Билет жоқ. Матчқа кіруге тырысып көреміз. Кіргізіп береміз деп тұр. Ассалаумағалейкум. Бүгін 30 қыркүйек күні кеше маған екі жағымсыз жаңалық келді. Қысқасы, Қайрат және Реал Мадрид матчын мен алаңнан тамашалағым келді. Сол үшін екі жолда дайындаған болатын. Біріншісі ресми түрде бір досыммен бірге билет алдым. Бірақ күні кеше ол досым түрлі себептерді айтып, билеттердің жоқтығын айтып, ақшамды қайтарып берді. Және сеніп отқан екінші жолым бар еді, ол матчтың организаторлары арқылы келісіп, ол жаққа мен 100 000 теңге жіберген болатынмын. Олар да күні кеше күзет күшейіп жатыр, жауап бере алмаймыз деп, олар да 100 000 теңгемді қуанышқа орай қайтарып берді. Бірақ арманым, мақсатым бар, матчқа кіру, Реал Мадридті алаңнан тірелей көру. Сондықтан да билет жоқ. Дегенмен де матчқа кіруге тырысып көреміз. Мақсат бар, матчқа кіру, қиындық бар. Билет жоқ, бұйырғанын бірге тамашалаймыз. Кеттік достар. Біз Алматыға келіп жеттік. Есі дұрыс кез келген Чемпионский секілді Алматыға келесі бірден қанағаттан той тамақ ішіп алдық. Әлі қазір матчқа дейін 3 сағаттай уақыт бар. Стадионға жаймен жақындайтын боламыз. Билет бар ма матчқа? Билет жоқ, әрине. Сол үшін офисқа кетіп бара жатырмық. Офиста жұмыс жақта көреміз. Стадион жаққа қандай үмітпен келдіңіздер? Көп үмітпен келдім негізі. Өзімнен де бар. Не то жерден билет алып қойдым енді. Сонымен енді кіре алмай қайтып бара жатырмық. Жалпы матчқа болжам қандай? Матчқа болжам енді 4-1 деген шот білмеймін, келіп тұр ойыма. Қайрат 4-0 алады деп атсыз. Құдай қаласа 4-0 жібереді ма деп қоям өзіме. Біреу салса екен деп тұрмын енді. Дастаннан 1 гол күтіп атыр. Дастаннан 1 гол күтіп тұр. Болды, рахмет үлкен. Сонымен стадионның айналасын жағалап әлі жүрміз. Матчтың басылуына жарты сағаттай уақыт қана қалды. Билет әзірге әлі тапқан жоқпыз. Кірудің басқа түрлі жолдарын қарастырудамыз. Срочно бері қарай кеңдер деген хабар келді. Кіргізіп береміз деп тұр. Көреміз енді қазір қалай болатын. Сразу сезонный Ойынның 55 минуты, соңына дейін күресіп, үлкен кептелістер арасын қақ жарып стадионға кірдік. Мадридтік Реал қонақта, алаң иелері Қайрат. Айтар сөз жоқ. Мбаппе, Винисиуста көз алдында ойнап жүр. Ерекше сезім. Громыко допты Айван Назарат болады. Айван Назарған пас, әуеле толас қорғаушылар сәт ойнай білді. Дегенмен де арат соққы. Куртуа өз орнын таба білді. Екіншіден шабуыл соққы. Дегенмен де шабуыл 30-та аяқталып отыр. Дани Себальос, Мбаппе арқылы ойнады. Және Винисиус, тамаша пас. Винисиус, Шерхан Қалмырза. Өз орнынан дер кезінен шығып, Винисиустан допты тартып алып шабуылдың бетін қайтарды. Жарайсың, Шерхан. Родриго жүйткіп кіріп келеді. Және соққы Мбаппе бүгінгі ойында 3-ші голын соғып отыр. Бүгінгі ойында ол әрине өкінішті. Дегенмен де Қайраттан 1 гол күтеміз. Қайраттан жауап 1 голын күтеміз. Қарасаң көзің тоймайтын ғажап дүние. Отты суды білмедім. Осыған қарап отыра беререм. Әттең 90 минуттан артық қарауға болмайды. Екінші таймда болса да біз жеттік. Алаңда Винисиусты, Мбаппені, Беллингемді, Родриго барлығында көрдік. Керемет эмоция. Арман үшін соңына дейін күресе білейік. Бүгінгі бұл видеомен айтпағым, өзіңіздің ала қойған арманыңыз, мақсатыңыз болса, сол арман жолында қандай да бір кедергі болса да тоқтамай, ешқандай кедергі қарамай, соңына дейін күресу керек. Ал қалғаны бұйырғанын көресіздер.
бүгін бізге матчты көру бұйырды. Алаңнан тірідей Мбаппе, Винисиус, Родриго, Беллингемдерді көрдік. Бұл үлкен бақыт және мыңда бір шүкір. Алматыға келгенде қағанаттан бір тойдық, кетер кезде ата дөнер жеп кетпесең, Алматыға келдім деме деп баяғыда бір кісі. Бір тойып, осымен қайтамыз. Барлықтарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен Шыңғыс Қанатұлы. Жеңісті күндерде жолыққанша.